Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жұмсақ болып шығатын, өте дәмді, балаларымыздың сүйіп жейтін, жақсы көріп жейтін пиццаларын әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Керемет болып шығатын рецепттердің бірі. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Ал ендеше құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Содан соң қантымызды саламыз, ашытқыны саламыз және барлығын венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ендігі кезекте дәміне қарай тұзымызды салып, сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде илеуіштен алдын ала өткізіп аламыз. Шетінен қоса отырып қамыр илейтін боламыз. Басында осылай венчиктің көмегімен, кейіннен қолымызбен араластырып қамырымызды илеп аламыз. Құрамын толықтай описанияға жазып қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ, өте әдемі қамырымыз пайда болды. Мінекей қарасаңыздар болады. Енді осының бетін жауып, 1 сағатқа қалдыратын боламыз. 1 сағаттың ішінде мінекей достар, біздің қамырымыз өте әдемі болып көтеріледі. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамырымыз пайда болады. Енді осы қамырларымызды қолымызбен видеодағыдай домалақтап аламыз. Ешқандай майлаудың қажеті жоқ. Қолымызбен барлығын домалақтап алып, формамызға жайғастырып шығатын боламыз. Дайын болған қамырларымыздың бетін жауып, 15 минутқа қалдырамыз. Начинкамызды дайындаймыз. Менде осындай шұжықты турап алдым. Қызанақ, сыр және соус үшін кетчупты пайдаланамын. 15 минуттан кейін біздің қамырымыз тағы да кішкене көтеріледі. Енді видеодағыдай барлығының ішін осылай басып, араларын ашып шығатын боламыз. Біздің қамырымыз күшті көтеріліп шыққан, барлығының арасын осылай ашып аламыз. Ендігі кезекте арасына соусымызды жағып шығамыз. Мен кетчупты пайдаландым. Қалауларыңыз бойынша кішкене майонез қоссаңыздар да болады. Арасына сырымызды себеміз. Содан соң шұжықты себеміз. Мен балаларым шұжықты жақсы көргендіктен көбінде осылай шұжықпен жасаймын. Қалауларыңыз бойынша қияр қоссаңыздар, қызанақ, болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Барлық начинканы осылай толтырып салып, ең соңынан бетіне тағы да сырды сеуіп шығатын боламыз. Моцарелла сырын пайдалансаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Мен бұл жолы комо сырын пайдаландым. Жұмыртқаның сарысын қамырымыздың шет-шетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста қызарып, еріп піскенше пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің пиццаларымыз дайын, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жұмсақ болып шығады. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.